Жасыбай спорт кешенінің акробаттары кезекті турнирде сүрінбей сәтті өнер көрсетті. Осы жолы спортшылар 12-ші мәрте ұйымдастырылып отырған халықаралық турнирге қатысты. Аталған турнир Петропавл қаласында өтті. Мы возили. Біз 3 құрам апардық, олардың барлығы бір санатта сынға түсті. Яғни 15 жастан одан кіші барлық құрам жақсы нәтиже көрсетті. Турнирге еліміздің 12 қаласынан, сондай-ақ көршілес мемлекеттерден, Өзбекстан және Ресей елдерінен келген үздік спортшылар қатысты. Мұндай халықаралық турнирлер елдер арасындағы тәжірибе алмасуға және спорттың дамуына зор үлес қосады. Турнир біздің құрама үшін жақсы өтті. Қарсыластар өте мықты болған. Ең мықты қарсыластар Петропавл қаласынан болған. Бірақ Ресейден келген қарсыластар да өте мықты болды деп ойлаймын. Біз 3-ші орын алғанмен алдағы уақытта күш жинап қайтып келеміз деп ойлаймын. Жаттықтырушылар Артем Чуйко мен Айсұлу Баймулдина және Нұрсұлу Меңдібаеваның пайымдауынша әрбір жеңістің нәтижесі ол күнделікті жаттығулар мен ата-ананың қолдауы. Это наше 4-е соревнование. Бұл біздің 4-ші жарысымыз. Турнирге біз жаңа элементтерді көрсеттік. Біздің санатымызда қарсыластарымыз өте көп болды, бірақ біз үздіктер қатарынан табылдық. Бізге барлығы ұнады. Жарыс барысында әр елден келген спортшы қыздармен таныстық. Бір-бірімізге жанкүйер болдық. Спорттық жарыс жоғары деңгейде өтті. Халықаралық турнир 3 күнге жалғасты. Жарыс қорытындысы бойынша үздік деп танылған спортшылар медальдермен және грамоталармен марапатталды.